Батыр деп елемес біз даса, ғасырда бір туар бауырым, өмірге келгесін сен 100 жаса. Құттықтаймын сені туған күніңмен, бүгін міне аспаннан нұр төгілген, төл мерекең жылын әбір келетін, шоғырына сан гүлдерден көмілген. Төл мерекең жылын әбір келетін, шоғырына сан гүлдерден көмілген. Туған күнің құтты болсын, құтты жаның мықты болсын, өмірлі бол, тоғырлы бол, ақ көңілің нұрға толсын. Орындалар бүгін міне армандар, үмітіңді үмітіңе жалғандар. 100 жасай бер, аса берген 100-ден де, ән жыр айтып ақ тілекті арнаңдар. 100 жасай бер, аса берген 100-ден де,
тілектер айтып ақ тілекті арнаңдан. Туған күнің құтты болсын, құтты жаның мықты болсын. Өмірлі бол, тоғырлы бол, ақ көңілің нұрға толсын. Сендей ғажап туған бүгін жанданам, қуансыншы шаттансыншы бар ғалам. Бар жақсыны менде тілеп көппенен, құтты болсын айтып саған ән салам. Бар жақсыны менде тілеп көппенен, құтты болсын айтып саған ән салам. Туған күнің құтты болсын, құтты жаның мықты болсын. Өмірлі бол, тоғырлы бол, ақ көңілің нұрға толсын. Туған күнің құтты болсын, құтты жаның мықты болсын. Өмірлі бол, тоғырлы бол, ақ көңілің нұрға толсын. Ассалаумағалейкум, бір Аллаға сенген, өсіп өнген бүгінгі әулеттің қуанышына келген қадірменді көпшілік, қадірменді қонақтар. Бисмилла деп сөз бастайын арабшалап, қонсын деп алашқа құт қазаққа бақ. Еліме езуіммен енші беріп, жұрсыға таратайын табақ-табақ. Ақ қанат періштелер біздер жайлы, жеткізсінші жаратқанға тез ақпарат. Тойларыңыз бүгінгі құтты болсын деп айтайын, осылайша ойларымды сабақтап. Баршаңызға ағайын, айт күнінде Алланың нұры жаусын, амандасып алайын алдыменен қазақшалап. Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайындар, туғыл шапалақ болсын әреке. Атасы құбылаға бет тұратын, анасы ақын батыр бек туатын. Армысыздар, ақ жүректі ағайын жұрт, сіздермен амандасу бек мұратым. Аманба қазыналы ағаларым, әжелерім, жеңгелерім айналайын деп тұратын. Аманба қазағымның жігіттері, ел үшін шекарада шеп құратын. 5 жасар баламызда қайсарлық бар, қасқырды ұстап көруге еп қылатын. Қызығып аузындағы азуына, мойнына таққысы кеп тұратын. Армысыздар, бармысыздар, қадірменді де қымбатты, салауатты да сымбатты. Бүгінгі мінекей біздің аспан кедейлер әулетінде Қалаберді Нұршат ағамыз бен Бағила жеңгеміздің отбасында біздің Айзереде қызымыздың туылған күнін тойлау баршаңызға нәсіп еткен екен. Алдарыңызда осындай қасиетті күнде ораза айт қарсаңында даладай дастархан жайып ақ баталарыңызды алсақ деген ниетте. Ендеше ағайын, бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Баурайынан бақ кетпеген, байлауынан ат кетпеген бүгін үшқұдығымыздың аспаны қуаныштан ән болып шалықтап, би-билеп, әулеттің қуанышын бір атаның баласындай болып, бір өзеннің сағасындай болып, бірлік пен тірлік танытып ағайын аман есен өткізейік. Той бәріңізге құтты болсын. Олай болса, тойымызды жақсы бір әнмен бастаймыз. Шапала қайда? Қаттырақ әрекет. Той иелері, Қуандық ағамыз бен Рита жеңгеміз, Нұршат ағамыз бен Бағила шақырайық қанеге қосып ет. Қаттырақ. Тойға келген ағаптың, шырқадан кет сақта.
қызықты тойлардың төрінде әзіл айтып көңілді көтерсек болмай ма? Миллион, миллион, миллион гүл қайда, ағайын миллион шапалақ ұрмай ма? Осынау қызықты думанды тойлардан әзіл айтып көңілді көтерсек болмай ма? Ей, шапалақ! Қаттырақ, қаттырақ! Тойларыңыз тосын, қаттырақ, қаттырақ! Қуандығыға Ритажинге, Нұршадаға байында тойларыңыз тойласын. Аспан кедейлердің шаңырағында той тапқамақты шапалақ! Ей! 82-84 келіп отыр жастары, ақ дастархан басында қосылыпты бастарын. Ал ағайын тұрыңдар, сауық сайраңдар, Айзереге қанекей шапалақты ұрыңдар. Қаттырақ! Миллион, миллион, миллион гүл қайда, ағайын миллион шапалақ болмай ма? Осынау қызықты думанды тойларда әзіл айтып көңілді көтерсек болмай ма? Рахмет, рахмет! Бәрекет, бәрекет! Бұл енді тойдың иелерін күтіп алу бұл. Енді нағыз тойдың бас кейіпкерін күтіп алайық. Отырмаңыздар, отырмаңыздар. Ендігі сценарий бойынша Айзереміздің шапалағын естіп жатырмын. Айзере қызымызда ортаға қасала қанеке, бүгінгі туған күнесі. Ай, хей! Немерелердің дауысы естілсін. О, шапалақ! Хей! Құдай, құдай, шапалақ, шапалақ! Жеңнің таңдасы, ерсексенге еркелеуден танбашы. Олдың орны тіпті білек айда, немерелер ғұмырымның жалғасы. Олдың орны тіпті білек айда, немерелер ғұмырымның жалғасы. Әр қылығы ертегі, Аташеңнің еркесі, бүгінгімнің Қошымет, қошымет болсын!
Айзере ештеңені ойлап атқан жоқ, тек асқазанды ойлап атыр ғой. Шапалақ ұрмаймыз ба Айзереге? Мына жаққа қаратып қояйық та. Теріс қарап қалды мына жаққа гүлдер. Құрметті ағайын, рахмет, орындарыңызға жақсылап жайғасып алыңыздар. Дәмсізі жараспаған елдің дәстүрі жараспайды дейді ағайындар. Бағалай білгенге бақ қонады, қона білгенге құт қонады дейді. Ендеше мен ортаға жапырақтың жасылындай, адамзаттың асылындай болған осы әулеттің ортамыздың үлкені деп, біздің Айзереміздің атасы Қуандық ағамызды құрметпен шақырып, бата тілегімен тойымыздың шымылдығын ашып алайық ағайындар. Келіңіз Қуандық аға. Қошемет болсын бір. Кеш жарық, мынау алыстан жақыннан келген құрметті қонақтар. Біріншіден сіздер біздің мынау қуанышымызға ортақтасып, құрмет қылып сыйлап келіп жатқандарыңыз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіремін. Сіздердің үйлеріңізде осындай жақсы күндер тойлар болсын. Сонымен бірге өзіңізге айта білеміз. Осы тойдың дастарханын ашып берген кішіңіздер, жеңіздер, үйлеріңіздер осы тойдың жақсы өтіп сіздерге байланысты ғой. Сіздерді жақсы атқарып сіздерге сенемін. Мұшаттың бағырағын жасап атқан тойға баса берсін. Дастархан ашып, алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер. Рахмет, Қуандық ағамызға қошемет ұрпақ ағайындар. Аталы сөзді, баталы сөзді жөн көрген халықпыз. Тілегіңіз, батаңыз қабыл болсын Қуандық аға. Әулеттің қуанышы тарқамасын, асқан кедейлер әулетінде жалпы мынау тойға келген барлық жанашыр ағайындарға, меймандарымызға жақсы күн жұғысты болсын деген тілек бар бізде. Алтын басыңыз аман болсын ағамызға, қошемет болсын ағайындар. Ал енді қадірменді ағайындар, бала балдырған, үміт отын жандырған, аты әжесін қуантып, мейірімді қандырған дейді. Сіздер тамаққа қараңыздар, әсем әнімізбенен тойымыздың шымылдығы ашылады. Содан кейін тойымыздың басында тұсаукесер рәсімін жасайтын боламыз. Дайын болыңыздар. Тамақтан алып әнге құлақ салып отырыңыздар. Бүгінгі той еліне ән шашуларымызды арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Қошемет, қошемет. Жазғы жарық түнде жылы самалы естім. Мен естімеген мүлде жұмсақ ләззат күй кештім. Ең нәзік сезім бұл, ең бақытты кезім бұл. Болса да кең жүрек мейлі, сен құсап еншіретпейлі ешкім.
мына құрметті ағайын басқа тамадалар сияқты шапалақты қаламаймын негізі. Расында да кейбір тамадалар сияқты шапалақ деп мейлерін жемеймін мен негізі. Шапалақсыз да той басқара беремін мен негізі. Шапалақсыз да шаба беремін ағайынды. Шапалақсыз да талай тойды өткізіп жүрмін. Орам десеңіздер, пожалуйста, шапалақ берейін. Рахмет, қошемет болсын. Бәрекелді рахмет. Ал қадірмен ағайындар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мінекей алыстан ат терлетіп қонақтарымыз келді. Төрімізде мінекей Қуанышқын апамыз бар, Ұлша анамыз бар, Ербол ағаларымыз бастап, алыстан ат терлетіп екі елдің арасын қосып келіп отыр қонақтарымыз. Және де жан жақтан келген бүгін ағайын туыс, кәсіптес, кластас, дос, жақын жоқ, құда жекжат барлығы қалмай келіп отыр мінекей. Бұл әрине бүгінгі Нұржат ағамызбенен Бағиланың дастарханынан ниеттес, нағыз тілеулес ағайындарымыз. Бүгінгі жақсы ниет бәріңізге құтты болсын, ораза айты бәріңізге мүбәрәк болсын. Не ниет қылған болсаңыздар, армандарыңыз, мұраттарыңыз орындалып, жылдан жылға аман есен, айттан айтқа аман сау, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болып жетіңіздер ағайындар. Той құтты болсын бәріңізге. Ал енді қадірменді ағайындар, мен осы сәт пайдаланып, тойымыздың басында көп кешіктірмей, мынау тәй-тәй басып, енді қадам басып келе жатқан біздің Айзереміздің де тұсаукесер рәсімін бабалар жолын жалғап, дәстүрімізді дәріптеп, жөн жоралғымызды жасап, сіздердің алдарыңызда тойымыздың басында тұсауын кескелі отырмыз. Арнайы ортаға тұсау кесу үшін дайындық жүргізіп, мен арнайлы тұсауын кесу үшін мына Қуанышқын апамыз арнайы жолын беріп, жөнін беріп, алыстан келіп отырған Раука жеңгемізді шақырғым келіп отыр. Сол кісінің қолыменен, алдын қолыменен, жолыменен бүгінгі Айзере қызымыздың тұсауын кесетін боламыз. Кәнекей, қошемет болсын. Мама қай жақтан келдіңіз? Астана? Өтірік айтпаңыз, Нұрсұлтаннан келдіңіз. Нұрсұлтанда қалған ел аман ба? Қош келдіңіз, шапалақ ұрып қоя қалмайды. Тамаша, жеңгеміз болғасын әзілдеп жатырмыз. Ал енді олай болса мына жерге Бағила арнайы міне жеңгеміз сақадай сай тұр, дайын тұр. Біздің Айзереміз осы кісіге ұқсап, елмен елді жалғап, жақсылықпен жалғап, айт мерекесінде айттап, алыстан келген қадамын берсін деп, ниеттен тұсауын кестіргелі отырмыз. Жақсылап бір қошемет ұрып қояйық кәнекей ағайындар, тойда отырғандай болып. Бүгін біздің Айзереміздің алғашқы қадамына қуанып, сәттілік тілеп, алдағы өміріне үлкен зор бақыт тілейік. Барлығымыз тәй-тәй әнін білеміз ғой ағайындар, е? Тәй-тәй әнін білсеңіздер, қазір музыка болады, біргелікте қосылып шырқайтын боламыз. Қошемет, қошемет болсын. Қаз-қаз балам, қат-қалам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын қалабың сенің. Шапалақ, шапалақ. Білгенің шын көңілмен, тілегім Қошемет, қошемет. Тұсауласын қадамың сенің.
мына жерге. Келіңіз, енді өзіңізге арнатқан халқымыздың сондай дәстүрі бар. Тон жабатын дәстүрі білесіз. Мынау сіздің жолыңызды берсін, жөніңізді қолыңызды берсін біздің Айзеремізге. Сонша жерден келіп сізге бұйырған екен. Арнайы той иелерінің атынан сізге тонымыз бар, сияпатымыз бар. Қошемет қояйық қанеке. Құтты болсын жеңгей. Шапалақ ұрып қояйық. Ал енді жеңге тоқтай тұрыңыз. Түгі келгеннен кейін бір-екі ауыз тілек айтып кетіңіз балапанға. Бүгін Айзере қызымыздың тұсаукесер тойына келіп отырмыз. Рахмет, осындай сыйлап тұсаукесер өткендерге бүкіл күйеуі. Осы тойлардың әрдайым осы қызымыз үлкен азамат болып, салиқалы, Алланың сүйген құлдарынан болсын. Мейірімді, бауырмал, ақылды қыз болып өсе берсін. Тек қана осындай үйлерінде той қуанышта бола берсін. Халқымыз аман, еліміз тыныш болып, Қазақстан, Өзбекстан арасында осындай сіз біздесіп, ауызбіршілігіміз арылмасын. Әрдайым тойларда кездесейік. Рахмет. Сіздің жолыңыз сіздей бір үлкен Астанада бір жерде врач болып өзіңіз сіздей үлкен оқуда оқып үлкен қыз болып рахмет. Тұра тұрыңыз жейше, мен де тілек айтып жіберем, бағалайды қыз, мен де айтайын сізге. Көңіліңіздің гүлі ешқашан солмасын, көңіліңіз тек шаттыққа орнасын. Егер медик болсаңыз, сізге жақсы бір тілек айтайыншы. Мына елге қайтып пандемия болмасын. Еңбегіңіз еселене берсін, берекелі болсын. Қошемет ұрып қояйық қанеке. Бұл шапалақ. Ел болаға шапалақ. Қаттырақ алыңыздар.